Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, француз тілін үйрену каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен француз тіліндегі а және ду шылауларымен танысатын боламыз. Олардың қолданылуын да осы сабақта өтеміз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. А шылауы бағытты білдіреді ең бірінші. Мысалы, қайда, яғни адам қай жерге бағыт алды, соны білдіреді. Мысалы, il va à l'école. Ол мектепке барады. Осы жердегі мектепке сөзіндегі ке француз тіліндегі а шылауымен сәйкес келеді. Ал орысша он идет в школу. Орысша айтқанда в және на деген предлогтарға сәйкес келеді. Келесі қолданылу аясы уақыт өлшемін білдіреді. Мысалы, à 6 heures 6-да, à midi түсте. Енді кімге, неге деген сұрақтарға жауап береді. Je dis à mon frère. Мен ағама айтып жатырмын. Және де бір жерде тұру деген мағынаны білдіреді. J'habite à Karaganda. Немесе j'habite à Астана, j'habite à Орал деген сияқты өздеріңіздің қалаларыңызды айта берсеңіздер болады. Немесе біз Алматыда тұрамыз дейтін болсақ, nous habitons à Almaty деп айтамыз. Ду шылауы ол кері бағытты білдіреді, яғни адамның қайдан келе жатқанын. Мысалы, je sors немесе қайдан бағыт алып келе жатқанын, je sors de la maison. Мен үйден шықтым. Бұл жерде қараңыздар, кері бағытты білдіреді, үйден шығып кеткен екен ана адам. Қайдан деген сұраққа жауап береді. Келесі ілік септігі, яғни кімнің деген сұраққа жауап береді. Le père de mon ami. Менің досымның әкесі. Түсінікті ғой, бұл жерде кімнің, менің досымның дегенде дөу қолданылып тұр. De mon ami. Бірдеңеден жасалған білдіреді. Заттың мысалы, la maison de la brique. Кірпіштен салынған үй екенін білдіреді бұл жерде. Яғни заттың ол жерде құрамын, неден жасалғандығын білдіріп тұр. Енді осы шылаулармен мысалдар қарастырып көрейік. Ду шылауы. Vous venez de la bibliothèque. Сіздер кітапханадан келе жатырсыздар. Le livre de ma sœur. Менің әпкемнің кітабы. Қарап отырыңыздар, мұқият қандай жағдайда, яғни манағы аталған жағдайларға мысалдар келтіріліп жатыр мына жерде. J'aime la salade de brocoli. Мен брокколидан жасалған салатты жақсы көремін. Яғни ол салаттың брокколидан тұратыны, құрамында брокколи бар екенін білдіріп тұр. А шылауына мысалдар. L'exercice est à la page 6. Жаттығу 6-шы бетте. Il déjeune à 8 heures. Ол таңғы асын сағат 8-де ішеді. Бұл жерде уақытты білдіріп тұр, уақыт өлшемі. Ils écrivent à leur mère. Олар анасына жазып жатыр. Яғни кімге деген сұраққа жауап беріп тұр. Негізінен бұл екі шылаудың қолданылу аясы өте кең. Етістіктер бар. Кейбір етістіктер өзінен кейін а шылауын талап ететін. Және де кейбір етістіктер бар, өзінен кейін ду шылауын талап ететін. Сол етістіктердің тізімін қандай болатынын жалпы алдағы уақытта сабақтарда өтетін боламыз. Назарларыңызға көп рахмет. Бүгінгі сабақ сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Егер де ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Сау болыңыздар.